Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен мандариннің пайдасы мен зияны туралы бөлісемін. Мандариннің құрамында көптеген әртүрлі дәрумендер, қышқыл, А, Д, К дәрумендері, калий, магний, темір, фосфор, натрий және кальций сынды минералдар бар. Қабығында эфир майы, пигмент пен каротин болады. Әсіресе қыста жеген кезде дәруменнің жетіспеуін толықтырып, аскорбин қышқылының арқасында иммунитетті көтереді. Қабығын суға қайнатып, тұнбасын ішсе, жөтел мен қақырықты жазуға болады. Мандариннің тағамдық құндылығы аз, жеңіл жеміс болып саналады. Бірақ құрамында қант көп, соған қарамастан салмақ түсіруге, асқазан жұмысы мен зат алмасуын жақсартуға өте пайдалы. Сондай-ақ мандарин цитрус жеміс болғандықтан аллергия туғызады. Сондықтан 2-3 жастағы балаларға беруге болмайды. Ал аскорбин қышқылы асқазанның шырышты қабығын қабындырып, жараны асқындыруы мүмкін. Сондықтан асқазаны ауыратын адамдарға аз жеген жөн. Сондай-ақ мандаринді гепатит пен холецистит және нефрит ауруына шалдыққандарға жеуге болмайды. Көп жеген мандариннің каротині мен А дәрумендері бауырға салмақ түсіріп, бауыр ауруларын асқындыруы мүмкін. Мандарин өте дәмді жеміс, сондықтан оны балалар да, үлкен адамдар да жақсы көреді. Менің YouTube каналыма тіркелуіңізді ұмытпаңыздар.